Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Пас 1 математика пәнінің екінші нұсқасын бірге талайтын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Бірінші сұрақ қараңыздар, 47 және 6 сандардың ең кіші ортақ селегі. Бұл жерде ең кіші ортақ селегін табу үшін 47-ні 6-ға көбейтіп аламын. 47 көбейтілген 6 тең болады. Сонда есептің жауабы қанша болады? 280 қанша? 2. Яғни Е жауабы болады. Бірінші сұрақ кетті. Екінші сұрағым модульге байланысты. Біз әрқашан білуіміз керек, модуль ішінен әрқашан қандай сан шығады деген сөз, оң сан шығады деген сөз. 8 деп отырғанымыз, ол түбір асты 64-тен шығады деген сөз. 2 түбірдің астаған кезде, 4 болып енді 4-ті көбейткен кезде, по-любому бұл жерде 8 үлкен, яғни 8 минус 2 түбір асты 14. Сол күйінше қалды. Минус 6-ны түбірдің астына кіргізем. Қанша? 36. 36-ны 2 көбейтем, 72. Ал 16-ны 7 көбейткенде, одан үлкен сан шығатын болғаннан кейін 4 түбір асты 7-ні бірінші минус 6 түбір асты 2 көбейтілген түбір асты 2. Жақшаларды ашып, ұқсас мүшелерден сем біріктірем. 8 минус 2 түбір асты 14 минус 4 түбір асты 14, 2 минус сәйкесінше плюс береді, сонда 12. Көбейтем, сол кезде есептің жауабы 8-ге 12-ні қосым 20, 2 өрнектердің түбірдің астында санда бірдей болса, 2 өрнекті сәйкесінше қосып немесе азайта беруге болады, сонда 6 түбір асты қанша? 14. Есептің жауабы А жауабы болады. Үшінші есебіне қарадым. Салмағы 350 кг болатын қоспаның 100 грамы болаттан тұрады. 525 грамм болатын қоспаның болаттың мөлшерін табып, бұдан 350-ді 100 граммы болатын болса, болатын 525-те қанша грамм табып. X табу үшін пропорцияның негізгі қасиеті бойынша, яғни 525-ті 100-ге көбейтіп 350-ге бөлу керек. Сонда есептің жауабы Д, яғни 150 грамм шығатын болады. Бұл жерде есептеңіз деген кезде жақшаның ішіндегі өрнектерді сәйкесінше ортақ бөлім келтіріп алу керек. Олай болса кеттік. Бізде барлығында есебімізді байқап қарасаңыздар 17-тен 11 бәрінде бар. Және де әр өрнектен нешені? 5-тен 1-ді жақшаның сыртына шығарайын. 5-тен 1 жақшаның шығардым. Жақшаның ішінде қандай өрнектер қалды? Бізде 2 қалды. Қосылған 2-ден қанша? 3 бөлінген қанша? 2 минус 2 бөлінген 3 қалды. Бөлінген 1 бөлінген қанша? 15. Жақшаның ішін ықшамдап, есептердің барлығын ықшамдап алғаннан кейін есептің жауабы 5 бүтін қаншадан 1? 2-ден 1. Бұл жерде енді басты нәрсе, мына бөлшекті ортақ бөлімге келтіріп, келесі сандарға көбейтіп, қысқартсаңыздар, осы өрнектің жауабы шығады. Модуль ішіне әрқашан теріс сан шығады. Минус 1 қосылған 6, 5, минус 3, минус 4, минус 7, бірақ одан оң сан шығады, 7, оны 2-ге көбейтем 14, минус 8 қосылған 3, қанша? 11. Сонда минус 5, минус 10, минус 9, минус 9, минус 9-ға минус 1 көбейткенде, минус қанша тең болады деген сөз? 20. Есептің жауабы қай жауап деген сөз? Е жауабы болады деген сөз. Келесі. Масштабы 1,15 картадағы 2 ауылдың арақашықтығы 5 сантиметр. Осы ауылдардың арақашықтығы 2,5 сантиметр болатын екінші картаның масштабын табыңыз. Олай болса, 1-дің 15.000-ға қатынасы, ол бізде қанша сантиметр? 5 сантиметр. 5 сантиметр. Келесі өрнекте арақашықтығы 2,5 болса, 2,5 сантиметр болса, онда x-міз қаншаға тең болатынын табу. Пропорция арқылы көбейтеміз. Пропорция, яғни 1 бөлінген 15.000-ді 2,5 көбейтіп, нешеге бөлеміз? 5-ге бөлеміз. Сонда есептің жауабы Д жауабы болады деген сөз. Тағы да бұл есепті де қатты көп шығармай қояйын, өйткені масштабқа байланысты. Ең басты білу керек, масштаб деп отырғанымыз картаның ұзындығының жердің ұзындығына сәйкесінше қатынасы. Олай болса бізде масштабымыз қанша? 1-де 2000, ал жердің ұзындығы картадағы 3, аймақтың ұзындығын табу. X тең болады. Қанша болады? 6000. Оны метрге айналдырғанда жауабы қанша болады? 60 болады деген сөз. Келесі ықшамдаңыз. Түбірлерді ықшамдаған кезде 6 бір асты 2. Сол күйінше қалсын. Минус жақшаның ішінде 8 деп отырған 4 пен 2-ні көбейтінсе 2 бір асты 2. Минус 50 деп отырғанымыз 25 пен 2-ні көбейтінсе 25-тен 5 шығады. 5 бір асты 2.
плюс 162 деп отырғанымыз 81 мен 2-ның көбейтісі 81-ден 9 түбір асты 2. Жақшаларды ашып, ұқсас мүшелерді біріктірем. 6 түбір асты 2 сол күйінше қалсын. Минус 2-ден 5 азайтам. Минус 3, оған 9 қосам, 6 түбір асты 2. Сәйкесінше біріне өрнектердің азайтынысы әрқашан қанша тең болады деген сөз, 0-ге тең болады деген сөз. Бұл есепте де кәдімгі ықшамдау, бірінші ықшамдап алыңыздар. Яғни ең бірінші ықшамдамас бұрын ортақ бөлімге келтіріп алсаңыздар өте жақсы болады. Ортақ бөлімі қанша болады деген сөз, жерде 6-ға тең болады деген сөз. Әрқайсысын көбейтем, сонда минус 4, жақшаның ішінде x қосылған 4, иә? Қосылған 3,5-ті 6-ға көбейтем 21 тең болады қаншаға? X-ге. Жақшаларды ашып, ұқсас мүшелерді біріктіргенде x-іміз тең болады қанша деген сөз? 1-ге тең болады деген сөз. Берілген сандардың ең үлкенін табыңыз дейді, балалар. Мен бұл жерде барлық жауапты ашып көрсетпей қойын. Тек мысалы е жауабын қарасаңыздар, дәреженің қасиеті бойынша, егер дәрежесіне теріс саннан құтылу үшін өрнектердің сәйкесінше алымен бөлімін орналастыру. 5 бөлінген 4, 5-тің квадраты 25, 25-ін шегелеміз, 4-ке бөлеміз. 25-ті 4-ке бөлгенде жауабымыз қанша? 6,1 деме болады. А жауабын қарай, 3-ті 1-ге бөлем, 3-тің бары қанша? 9. А жауапты ашып шықсам, бірақ есептің жауабы бәрібір қай жауап шығатыңыз? А жауабы шығады деген сөз. Теңдеуді шешіңіз дейді. Бұл есепке бір қатты бір ерекше тоқталатын. Шеткі мүшесін, ортаңғы мүшесін көбейтеміз. Яғни 4-те x-қа көбейтіп, 524-ге көбейтіп, x-та болсын 524 көбейткенсін 4-ке бөлсек, сонда есептің жауабы қанша тең болады? 30-ға тең болады деген сөз. Одан кейін есепке көштім, өрнектің мәнін табыңыз дейді. Яғни ең бірінші басты бұл жердегі нәрсе жақшаның ішінде тұрған өрнекті ықшамдап алу керек, яғни ортақ бөлімге келтіру керек. Ортақ бөлімі x санның сәйкесінше көбейтіндісі түбір асты қосылған ба, түбір асты минус 1, а плюс а минус б. Бұл жерде көбейтіндісі қанша тең? 2-ге тең. Бұған түбір асты минус 1-ден береміз, сонда 2 түбір асты минус 2 қосылған. Бұған бергенде 6 түбір асты қосылған қанша? 6. Ал жанындағы өрнек дәл сол күйінше 2 түбір асты минус 1 сәл сол күйінше көбейтіп тұра берсін. 2 түбір асты 6 түбір асты қоссам 8 түбір асты, оны 2-ге бөлем. 4 түбір асты 4 түбір асты плюс минус 2 қосылған 6, 4, оны 2-ге бөлем 2. 2 түбір асты қандай бір? Минус 1. Осы өрнектен 2-ні жақшаны шығарып жіберсем, жақшаның 2 түбір асты а квадрат минус б квадрат. 2 түбір асты 3-тің квадраты 12, одан бір тексем 11. 2-ге 11-ді көбейтсем қанша болады? Есептің жауабы 22 болады деген сөз. Бірінші аптада телехикаяның 10-ның көшірмесі бар, бұл сатылған. Екінші аптада сатылым 60%-ға азайған. Үшінші аптадағы тағы да 20%-ға азайған. Үш аптадағы қанша көшірме сатылған анықтаңыз. Олай болса кеттік. Бірінші аптада қанша көшірме сатылған? 10 мың. Екінші аптада 60%-ға азайса, 10 мыңның 60%-ы қанша? 4 мың ба? 4 мың. Үшінші аптада неше тағы да қанша пайызға азайған? 20%-ға. 20%-ға азайса, ол қанша? 3200 деген сөз. Біз айтады, 3 аптада қанша сатылған? Сәйкесінше осы сандардың үшеуінің қосындысы біздің есебіміз жауабы береді. Сонда есептің жауабы қанша болады? 17200 болады деген сөз. Сатылы бөлшекке қатты бір тоқталмай-ақ қойын. Ең бастысы айтып өтейін, 3-тен 2-ден 1-ден 3-тен 1 3-тен 2 орнынан ауыстырғанда 2 бөлінге қанша? 3. Яғни әр өрнекті жеке-жеке не істейміз деген сөз. Ықшамдаймыз, сонда ықшамдаймыз есептің жауабы 1-ге тең болады деген сөз. 400 санның 40%-ын және оның тағы да 4%-ын табыңыз дейді. 400 санның 40% деп отырғанымыз, ол қанша? 0,4 қанша? Оннан 4 деген сөз. Ал оның тағы да 4%-ын табыңыз, 4%-ын тұқым 0,1-ден қанша? 4 деген сөз. Сонда есептің жауабы қанша деген сөз? 6,1 қанша? Оннан 4-ке тең болады. Бұл жауап болады деген сөз. Екі өрнектің несі модуль, айтқанда квадратты бөлмен дәрежені қысқартуға болады. Ең басты сандардың орналасуының біркеліктілігіне қарау керек. Бұл жерде арасы плюс болғаннан кейін дәл сол күйінше қысқартып, есептің жауабы в деп бірден айтуға болады. Теңдеуді шешіңіз дейді. 17-ші есеп, екі жақшаның ішінде 4x минус 10 қосылған 8 тең болады қанша? 4,10-нан 8-ге тең болу керек деген сөз. Бәрін 2 қысқартып жіберсең, 4x минус 10
қосылған 4 тең болады 2,4. Есепті ықшамдаған кезде есептің жауабы В. Яғни 2,1-ге тең болады деген сөз. Дәреженің қасиеті, мен болған тоқталып өтейін, 5 көбейтілген 21 деп отырғанымыз 3 пен 7-нің көбейтіндісі, бірақ 5-ші дәрежелі сәйкесінше екеуіне де ортақ. Олай болса 3-тің 5 дәрежесі көбейтілген 7-нің 5 дәрежесі, астында 3-тің кубы көбейтілген 7-нің 5 дәрежесі көбейтілген 20 қанша деген сөз? 7 деген сөз. Сәйкесінше өрнектерді ықшамдаймын. 5 дәрежесі қысқарды, 3-тің кубы мен 3-тің квадраты қысқарды. Қанша болады деген сөз? 3-тің квадраты 9, сонда 5 бөлінген қанша деген сөз? 3. Есептің жауабы қай жауап болады? А жауабы болады деген сөз. X айнымалым 2-ге, Y айнымалым 2,15-ге тең болса, онда мына өрнекті ықшамдау қажет дейді. Бұл өрнекті ықшамдау үшін ең басты нәрсе жақшаның ішін ықшамдап алам. Яғни бөлшектің бөлімін қарасаңыздар, мұқият x минус 2 y, x плюс 2 y. Ортақ бөлім келтірем. Мына өрнекке x минус 2 y-тен берем, сонда x y минус 2 y-тің несі квадрат плюс бұған x қосылған x квадрат плюс 2x y. Екі өрнекті көбейткен кезде алымдар мен бөлімдердің сәйкесінше орындары ауысады. Сізді міне бөлшектің бөліміне түскен өрнектен ортақ көбейткіш x жақсыста шығарып жүремін. X квадрат плюс 3xy минус 2y квадрат. Ал бөлшектің алымнан шыққан өрнектен ортақ минус 3 шығарып жіберсем, жақшаның x куб қосылған 8y куб. 8 деп отырған 2-нің кубы, значит, оны қысқаша куб формуласын ашуға болады. X қосылған 2y, x квадрат минус 2xy плюс 4y. А куб қосылған в кубтың формуласымен сәйкесінше аштым. Қысқартам бірдей өрнектерді. Қысқарды. Мына өрнекпен байқасаңыздар 3xy мына өрнекпен тең. Бұлар қысқартсында есептің менде жауабы қалды. Бөлшектің алымында минус 3, жақшаның ішінде x квадрат минус 2xy плюс 4y квадрат. Бөлшектің бөлімде x минус қанша керек? 2y. Ендігі бізге келесі түскен жүк x-тің орнына 2-ні, y-тің орнына 2,15-ті қойып есептегенде, есептің жауабы С жауабы болады деген сөз. Теңсіздіктер жүйесін шешіңіз дейді. Жүйені шешу үшін 3x, 5x-тан 2x айтам 3x, кіші 7-ге 2-ні қосам 9. 4x-тан 3x айтам x, арты қанша? Минус 4. Есептің жауабы минус 3 пен ненің арасы? Минус 4 пен 3-тің аралығы. Д жауабы. Көп жауапты нұсқаларға кеттік. Келесі көп жауапты нұсқаларда бірінші не істеймін? Жақшаларды ашып емес, ұқсас мүшелерді біріктіріп алам. Кеттік, олай болса 4,15-тен 3 азайтқанда 1,15x минус 5y тең болады 0,1 қаншаға? 1/1-ге. Келесі өрнекте 5x-тен 2x айтсам 3x тең болады қаншаға? 30y-ге. Есеміз бұдан өрнекте x тең болады қанша деген сөз? 10y-ге тең болды деген сөз. Бұл жерден ең басты нәрсе x-тің орнына мәнін қойып есептедім. Сонда x-ім қаншаға тең болды? Орнына қойай. X-ті орнына қойған кезде 1,15 мына жерде x-ім бар еді. Сонда y-іміз орнына қойған y-іміз тең болады 0,1 қаншаға? 10/1-ге. Ал оны x-ті табу үшін оны мына жерге x-тің орнына өрнектің орнына апарып қоямын. Сонда бізге 10-ды көбейтем қаншаға? 0,1-ге. Ол деп отырған 0,1-ге, сонда ол 1-ге тең болды. Жауаптарды сәйкесінше орнына қойған кезде, қай жауаптарды бізде А жауабы, екеуінің қосындысы, келесі Д жауабы, және де қай жауап деген сөз? Ж жауаптары болады деген сөз. Берілген өрнек үшін тұшымдар табыңыз дейді. Бұл жерде ықшамдау керек. Бөлшектің алымына қарасақ, x минус 1, x плюс 1. Бөлшектің бөлімін жақсылап қарасында, қандай да бір x-ның қосындысы 2, көбейтіндісі 2, қосындысы минус 1, ол x минус 1, және қанша? X минус 2. Көбейту. X квадрат минус 9, 3-тің квадрат. X минус 3, x плюс 3. Олай болса, бөлшектің бөлімде x санның көбейтіндісі минус 3,
минус 3, ал олардың қосындысы минус 2. Олай болса, ол x минус 3, x қосылған 1. Көбейтудегі бөлігі айналдырған кезде 1 бөлінген x плюс 3. Шамдайым, сында қай жауап қай? X минус 1 мен x минус 1 қысқарды. Және де қай жауапта қысқару мүмкін? Келесі x қосылған 1 мен x қосылған 1. Дұрыс. Келесі x минус 3 пен x минус 3. Тағы да қысқарды x плюс 3 пен x плюс 3 қалды. Сонда бізде қай жауап қалды? 1 бөлінген қандай жауап қалды? X минус 2 қалды, x минус 2. Әр жауапты орындарына қойып шығу керек. Сонда біздің есебіміз жауап D және G жауаптары болады деген сөз. 17-ге бөлгенде қалдық 3 қалатын. Ол бізде D жауабы және G жауабы. Келесі 2520 санның көбейткіші бола алмайтын сандардаңыз. Ең бірінші бұл жерде ең оңай нәрсе 2520-ны жай көбейткіш деп алыңыз. Қай сандардың көбейтіндісі өшіктегі сандарды бермейді, сол жауапты белгілесеңіздер болады. Ол жауап бізде тек қана қай жауап? Е жауабы қалады. 16. Келесі тағы да теңдеулер жүйесі. Мен бір теңдеулер жүйесін сіздерге көрсеттім. Енді екіншісін дәл соған ұқсастырып шығарсаңдар, x-ке қатысты басқа өрнек жоқ. 2x тұр, плюсылған 3y тең болады. Минус 11-ді плюс 11 минус 11 минус 25. Екінші өрнекте минус 7x, минус 7x қосылған 3y тең болады минус 7-ге. Яғни азайтып жіберсеңдер, өрнектеріміз сәйкесінше өрнек келеді. 2 минус 7 болса 9x, екі өрнек азайды. Минус 25 қосылған 7 минус қанша? 18. X-іміз қанша тең болды деген сөз? Минус 2-ке тең болды деген сөз. Ал x егер айнымасын табу үшін осыны кізген біреудің орнына қоюға болады. Мына жерге қойсақ минус 4, сонда 3y тең болады. Минус 4, мына жерге минус 21, y қанша тең болды деген сөз? Минус 7-ға тең болды деген сөз. Бірақ есебіміздің шартында басқаша бір тіркес бар, байқап қарасың. Теңдеулер жүйесінің шешімінің координаттары қай жиынтықтарға жатады деп бізден сұрап тұр. Ол болса минус 7 мен 2 ол А, басқа қай жауабында бар? С және G жауабында бар. Қай аралықтардың бірігуі теңсіздіктер жүйесінің несі болады дейді? Шешімі болады деген сөз. Ұқсас мөлшерді біріктен 3x артық 7-тен 4x артық 16-тан. Бұдан бірінші өрнекте x артық 7 бөлінген 3. Келесі x артық қаншадан? 4-тен 8. Екі өрнектің қиылысу жері қаншадан есептің жауабы? 4-тен 2-ден плюс шексіздікке дейін болады деген сөз. 4-тен плюс. Қай аралықтардың бірігуі? Сонда есептің жауабы қай болады деген сөз? 4-тен 7-ге дейін және 7-тен 2-ге дейін плюс шексіздікке дейін біріктірсек, біздің есебіміздің жауабы болады. Құрама сандар табыңыз дейді. Жай сандар дегеніміз бірге және өзіне бөлінетін сандар, ал құрама деп отырғанымыз және екі немесе одан да көп бөлгіштер бар сандар. Олай болса, біздің есептеген жауабы А жауабы болады, және Е жауабы болады, және Ж жауабы. Ж жауабы 180, Ж жауабы болады. Кеттік. Келесі өрнегінің көбейткіштерін көрсетіңіз дейді. Бұл жерден екі өрнектен x квадрат жақсанасы шығарам, x минус 3. Келесі өрнектен 3 жақсанасы шығарып жіберсем, x минус 3. Екеуінде ортақ көбейткіш x минус 3 жақсанасы шығарайын. Жақшаның ішінде қанша қалады? X квадрат плюс қанша деген сөз? Плюс 3 деген сөз, x квадрат плюс x минус 3. X минус 3 және x квадрат плюс қанша? 3 деген сөз. А және қай жауаптар? А және жауаптар. Кешірім сұраймын, бұл есепте мен қателестім. Есептерін қателестік. Бірінші өрнектен ені жақсанасына шығарып алу керек еді. Бұл есептерін шығармас бұрын. Бірінші қараңыздар, екі өрнектен x квадрат шығарсам, екі өрнектен де x квадрат шығарсам, жақшаның ішінде x минус қанша қалды деген сөз? 1 қалды деген сөз. Плюс келесі өрнектен 3 шығарсам, x минус 1. Екеуінен де ортақ көбейткіш x минус 1 жақсанасына шығарып жіберем. Жақшаның ішінде қанша қалды? X квадрат қосылған қанша? 3 қалды деген сөз. А және x минус 1 f жауаптары болады деген сөз. Қай аралықтардың қиылысуы теңсіздіктің барлық шешімдерін құрайды? Қос теңсіздік.
плюс 4 екі жаққа минустан болған минус 12 6x 30. Барлығын x-ке көбейтіліп тұрған санға бөліп жіберсем, сонда есептің жауабы қай жауап болады? Минус 2 қанша? 5. Минус 2 мен 5-тің аралығы. Ал біздің есебінде қай аралықтардың қиылысуы бұл синустың жауабы болсында бізде тек қана А жауабы және F жауаптар болады дегенсіз. 2, 3, А, 4, В, 5 таңбалы саны 9-ға және 6-ға қалдықсыз бөлінсе, онда дұрыс тұжырымдарды табыңыз дейді. Олай болса, әр санда 2 қосылған 3, қосылған А, қосылған 4, қосылған В, қосынсы 9, қосылған қанша? А плюс В. Мұндағы бұл жердегі ең басты ескеретін нәрсе, В-ның орнында жұпсанбалы таны тұрса 0, 2, 4, 8, есептің жауабысында қай жауап болады деген сөз? Мынау жұпсан болады дейсіз. Өйткені В-ның орнында жұптанбалы сан бар. Және де В-ның орнына 5 түрлі цифр қоюға болады. Жаңа айттым, 0, 2, 4, 6, 8 деген сияқты. Және де А мен В 2 жұпсан. Өйткені неге? В-ның орнында жұпсан болатса, оның соңы 0 мен, 2 мен, 4 мен, 6 мен аяқталады деген сөз. Осымен пастың екінші нұсқасын талдамасы бітті. Назар қойып тыңдағандарыңызға үлкен рахмет.